Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті қазақ елі, қайырлы таң. Мынау кеше 16 қарашада қашанғы алдына береміз Тоқаев мырза деген мақала шыққан болатын, видео мақала. Міне бүгін 17 қараша 2023 жыл, міне таң сәрісімен мынау маған бір телефон арқылы шақырту келді. Қазір Түркістан қаласында таңғы сағат 9-дар шамасында парламент депутаттары Ринат Зайытов пен Толықбаев Мақсат келген екен. Жабық түрде жиналысы өтеді. Қазір соған кетіп бара жатырмын. Ол жерде қозғалатын мәселелер мынау Түркістан қаласындағы келеңсіз әрекеттер, Түркістан қаласындағы мәселелер әрине дөңгелек үстелдің үстінде талқыланады. Оның ішінде кешегі мен қозғаған спам мәселесі бар. Одан кейін мына жемқорлық мәселесі қазір Түркістан қаласында өте өршіп тұр. Қай жерде болмасын, мынау пол жуатын, еден жуушы адамнан мынау бастықтың креслосына дейін міне сатылатындығы баршамыз білеміз. Қазір осы мәселеде тақырып қозғайтын боламыз. Сонымен қатар көптеген айтылатын мәселелер бар. Соның бәрін сол дөңгелек үстелдің үстінде тақырып қозғап, ол кісілер мына Тоқаев президентімізге жеткіземіз деп отыр. Барынша үндеулерімізді айтатын боламыз. Дөңгелек үстел қалай өтті, қандай тақырыпта өрбіді, әрине сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар ағайындар. Біз сіздермен біргеміз. Міне көрермендер, бүгінгі жиналыста қозғалуға түсіп жатқан мәселе егінге түскен дайыр абайдың сиыры емес, елдің, ұлттың мүддесіне өз құндылықтарымен сіңіскен қазіргі таңдағы Түркістан қаласының қолөнер шеберлерінің жан айқайы болмақ. Осыдан бірнеше жыл бұрын Шүкеев облыс әкімі болған тұста салынған Түркістан қаласындағы визит орталық басында осы қолөнер шеберлерінің қара шаңырағына айналып, қаншама жұмыстар атқарылып, жоспарлар түзілген еді. Ал қазіргі таңда сол визит орталық жекеге өтіп, мавзолей айналасында қолөнер қызмет емес, қонақ үй табысына айналуға жоспарланып жатқан көрінеді. Жиналысқа қатысқан қала белсенділері осы ғимаратты қайта бұрынғы қалпына, яғни қолөнер шеберлеріне қызмет жасайтын шаңырақ ретінде қалыптасуына парламент деңгейінде талқылауын талап етті. Осы орталықтың басшысы сатылып кеткен нысандарды қайта үкіметке қайтаруды талап етуші Өткір мырза осы дөңгелек үстел басында сөз сөйледі. Ғимараттың барлығы осы депутаттардың алдында өтеді екен. Мен оны кешіп бердім, соның ішіндегі қол қоймайым деген депутаттар да бар екен. Келісім бермеген де. Бірақ білмеймін, бәрі сенімгерлікке кетіп жатыр. Біртіндеп. Бұл неке сарайы дейді, монша дейді, Қызылорда салып берген. Осы ғимараттардың барлығы сенімгерлікке өтеді, сенімгерліктен ары жеке меншікке өтеді. Сонымен халыққа емес, жеке мүддеге пайдаланылады. Бар ғимараттар. Енді менің бір шырылдайтын мына жерде өзім профессормын, өзім дінтанушымын, осы яссауидің суфизмінен қорғағанмын. Біз енді мынау халық тұрғанда осындай жанкүйер азаматтар көп. Бірақ қазір әкімшілік айтып отырған мына жігіт күйлетсек, қалғанның барлығы халық басылады деп ойлайды екен. Халық осымен тоқтайды. Мынаны показательный мені бір енді істі қылып, осындай қылып жіберейік деп. Сонымен ақша да белгіліп келіп жатыр, үйде, көлікте бәрін қарап көріп жатыр. Мен ол маған мынау өзіміздің ғимаратымыз халыққа қызмет етсе дейміз біз. Мынау мәдениет үйі тұрса, қолөнершілер сол жерде отырса баяғы кейін кезде қандай керемет еді. Сіздер осы кісілер отырған кезде, ішін аралаған кезде шәкірттер, қанша шәкірт бар, 200-ден астам балдарымыз өзіміз қызығады бұл жерде келіп ұсталар істеп жатқан кезде. Кеше мастер-класс өткіздім университеттің студенттеріне. Міне келді, мына кісілер келді. Балдарымыз үсті жағы не қылып жатыр, міне мына кісілер келді. Үстері не лай болып жатыр, анау ағашты жонып жатыр, мына бәрі істеп жатыр. Балдар кіріп кетті. Міне сондай қолөнершілер мектебін Қазақстан бойынша ЮНЕСКО-да тіркелген жалғыз мектеп өзі. Сондай мектепті қадірлеудің орнында кеше президентіміз өзі шақыртып алып, оның ұсталардың барлығы. Мына Абай аға барып келді. Абай ағамыз бар, кеше Макронға келген кезде. Гаухарбек ағамыз бар, шақыртып алып. Осындай қадірменді кісілеріміз бар, сондай мектептеріміз бар. Білмеймін, қолдамаймыз, оның орнына бір кафе ашып, тағы да мен бір таңғаларлығы
оның барлығы, кафенің барлығының егесі сол зам әкімдер, зам әкімнің жанында жүрген адамдар, мемлекеттік қызметкерлер тоғашықты соларға қызмет етіп бар. Мен енді айтып шаршадым, экономикасына шаршадым, жұмыстан да шығарып жіберді. Басқа жаққа да ауысып кетейін десем, халық отыр міне, бәрі көзі түгел. Қалай кетуге болады мынандай нәрсені? Енді ашық шындық, президентімізге жаздым ашыққа. Бәрі жүрді, тергеу жүрді, бәрі жүрді. Ешқандай адам таппайды, бәрін жауып тастайды. Осы мәселе. Сосын сіздерге шағым жаздым. Рахмет сіздерге, халықтың алдына келіп, мұқтажыңызды. Бүгін 17 қараша 2023 жыл міне сонау парламенттен Астанадан мақсатпен атталды азаматтарымыз Ринат келіп Түркістан қаласының қол өнершілерінің үнін тыңдауға таңертең сағат 9-да бас жиналып, мына визит центр деп айтылады, визит орталығында дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелде айтылмаған мәселе қалмады. Соның бірін YouTube арнаға мен әзірлеп сіздерге ұсынатын боламын. Жалпы бүгінгі мәселе қол өнершілердің уәжі. Міне екі азамат Астанаға барып жеткіземіз деп уәдесін беріп жатыр. Қазір сол кісілермен жүрміз. Көріңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен біргеміз әрқашан. Бүгін Түркістан облысына, Түркістан қаласына келіп, мұндағы бірқатар мемлекеттік нысандардың неліктен сенімділік хатпен тапсырып жекенің қолына өтіп кеткені бойынша мәселелер көтерілді. Көпшіліктің арызы бойынша келдік. Мәселемен көзбен танысып кетейік, біліп кетейік, көріп кетейік деп әкімшіліктің де жауабын тыңдадық. Алдағы уақытта бұл мәселені бір түсінгеніміз тек қана үлкен мінберден үкіметтің деңгейінде көтермесе болмайтынына көзіміз жетті. Алдағы уақытта енді осы арызданушылармен, шағымданушылармен бірлесе отырып осы мәселені бір жақты қылуға тырысамыз. Рахмет.